Türkiye'dagi İzmir şarında Bornova rayonunda Çiçekliköy. Şerbay, Çiçekliköy degen жерде. Çiçekliköy деген кыргызча көп гүлдүү өрөөн деген сыяктуу да. Ошол жерде Шербай мырза экөөбүз Казакстандан келген окумуштуу профессор доктор экөөбүздү Түркиядагы профессор доктор Ибрахим Шахин агайыбыз конок кылып атат. Бул жакта Разия оператор болуп тартып атат. Ошентип чогуу отуруп, эми үчөөбүздүн ортобуздагы эң актуалдуу маселе биз аябай ошол талкуу кылып атабыз да, термин маселеси боюнча. Башкача айтканда, түрк дүйнөсүндөгү термин маселеси боюнча сүйлөшүп, ушундай бир эки окумуштуу жан күйгүзүп айтып атат. Өзгөчө мына Кыргызстан үчүн керек эже деп туруп, сиз ошо жеткиришиңиз керек деп айтып атышат. Эми эң негизги жакында түрк кеңешинин атайын ушу жакында карай турган маселеси катары ушу терминдеги өзүнчө бир институт курулса, анан түрк дүйнөсүндө терминдерди бириктирип, ушу түрк дүйнөсүн бириктирип жакшы бир иш кылсак деген сунуш болуптур. Ошол боюнча анан термин маселеси боюнча сүйлөшөлү. Анда эмесе термин менен башында иштеп жүргөн сиз маселени айтып туруп, Ибрайым мырза менен бир жакшы пикир алышалы. Жақсы, Сөз рахмет. сизде, агай. Рахмет. Бұл терминология мәселесі түрк халықтарының терминдерін жақындастыру, ғылым тілін қалыптастыру бүгін көтеріліп отырған мәселе емес. Бұған дейін де түрк халықтарының үлкен ғалымдар бұл мәселені көтерген. Ең бір көп сөз болған осы мәселені алғаш талқылаған жиын бұл бір ғасыр бұрын Баку қаласында өткен бірінші бүкілодақтық түркология съезі болды. Сол съезде Түркологиялык курултай болгон, құрылтай болған. Осы съезде түрк елдерінен келген ғалымдардың барлығы Түркиядан көпірлі келді. Шобанзаде, Қазақстаннан Ахмет Байтұрсынұлы, Қырғызстаннан Тынстанов бастаған көптеген ғалымдар келді. Арабаев. Ғалымдар болды. Сонда көтерген осы ең бір арнайы сөз болған осы терминология мәселесі. Сол құрылтайда түрк ғалымдары барлығының ең жиі айтқан мәселесі түрк халықтарының ортақ терминдер қорын қалыптастыру керек. Оны жасау үшін бізге осы жұмысты үйлестіріп отыратын бір құрылым, институт керек дегенде Зейнолла мырза сол кезде айтты. Ошол мезгилде. Сол мезгілде, осыдан бір ғасыр бұрын. Бірақ енді өкінішке қарай біз бір ғасыр өтсе де сол құрылымды әлі құра алмай келе жатырмыз. Өйткені советтік кезеңде 26 жыл сол құрылтай өткеннен кейін ол құрылтайға қатысқан түркологтардың басым көпшілігі репрессияның қуғын сүргін құрбаны болды. Олардың идеясы ары қарай жүзеге аспай қалды. Қандай өкінішті. Өкінішті. Бізде Түркиямен арамызды Совет одағының сол кездегі тіл саясатына байланысты бөліп тастады да біз туысқан халықтар өзара термин алмадық. Біз Мәскеу арқылы алдық терминдерді. Бізден сол кездегі жалғыз ғана бір халық, ол Түркия халқы бізден жаңа қазақ, қырғыз, осы Орта Азия түріктерінен жаңа құрылтай, серуен сияқты бірнеше сөзді алған. Ал біз сөз ала алмағанбыз, өйткені біздің терминологияның сол кездегі советтік принципіне сәйкес біз терминді орталықтан Мәскеу арқылы алу қалыптасқан. Біз Москва арқылы орыстардан алсақ, Ибраим бей, ошо Түркияда деле термин қалыптасқан емес та, арабтардан көбінше илимдин терминдери арабча болгон го. Енді осы мәселен бір ғасырдан кейін қайтадан көтеріліп, Түркия тарапынан Ибрахим бей сіздер бастап, басқа да біздің ғалымдар қолдап жатыр. Енді жақында ғана осы Анкарада өткен жиында түрік тілі құрымына көптеген түрк елдерінің ғалымдары бас қосып, оған негізгі мұрындық болған Ибрахим мырза сол түркі институтын құру туралы ұсынысты тапсырдық. Бұл біздің түркі халықтарының ғылым тілін, ғылыми кеңістігін кеңейту үшін, түркі халықтары бір-бірімен ғылым білім саласында ертең дәрігер де, экономист те, микробиолог та бір-бірімен түсінісіп сөйлесе алу үшін бізге ортақ терминдер құрсақ, бұл түрк халықтарының өрісін кеңейтеді. Бұдан қашпау керек. Әрқайсымыз жеке-жеке өз терминімізді жасай берсек, онда түрк халықтарының тілдері
кәсіби тілдер, сала тілі бір-бірінен алшақтап кетеді. Осыны Шобанзаде былай айтып, 26 жылы Ибрахимбек. Шобанзаде баяндамасында Европаша білім алған түріктің ғалымы Европа ғалымдарының барлығымен тіл табыса алады, түсінісе алады депті. Бүгін біз Түркияда, Анкарада оқыған дәрігермен, мәселен Қазақстанда, Қырғызстанда оқыған дәрігер бір-бірін түсінбейді. Біз сондай жағдайға жетіп тұрмыз. Бір-бірін түсінбейді. Өйткені оның терминологиясы тілі басқа. Енді қазір уақыт басқа, 21 ғасырда біз түркі халықтары жеке мемлекет болып отырған, ғылым білімі дамыған, сала ғалымдары бар ел болып отырған кезде біз өзіміздің ғылым тілімізді басқа халықтар сияқты біріктіретін уақыт болды. Сондықтан да жаңа осы ортақ бірлесіп жұмыс істеу, түрік термин комын құру, түрік тілінің институтын құру өте маңызды болып тұр. Және жан жаққа басымызға тартпай, осы сағада бірлесіп жұмыс істеу, жалпы түрік терминдерінің ортақ қорын құру бізге өте маңызды болып тұр. Осы пікірде енді Урматтуу Ибрайым Бey, siz ошол proje катары сындыңыздар ба ошол Türk Кеңешине? Biz Türk Kengesi'ne bunu Kazakistan'dan Şerbay Mirza, Özbekistan'dan Nasır Canaga, Azerbaycan'dan Reyhan Habibli, Türkmenistan'dan Didar Bey, birge bu Türk memleketlerinin terminlerini ortak kılığı için bir enstitü kuru fikri kuralı kol imza jinadık. Kol jinadık. Jinagan kollarımızdı. Türk Dil Kurumu başçısına Osman Mert Mirzag'a yetkizdik, tapsırdık. O kişi sebebi biz Türk Memleketler Teşkilatı'na, Türk Memleketler Uyumu'na özümüz kol bel almayız. Bunu bir institüt arkalı yetkisi gerek oldu. Biz Osman Mirzag'a Jinagan kolları tapsırdık. O kişi Türk Memleketleri Uyumu'nun başçısına, sekreterine bu fikri verdi. Buyursa. Berevece berdi. Benim bu bugünlerde verse gerek. Bugünlerde verse gerek. Bu 20. yılın Gılım'ın basında Türk memleketlerinin iki tili bolga. Batısta Osmanlı tili, Şıgıs'ta Çağatay tili. Hazırki Kırgızların, Özbeklerin, Türkmenlerin, Bardağ'ın tili Çağatay tili bolga. Çağatay tilinin yazıcıları, ırşıları bilen Osmanlı İmperyası'nın yazıcıları birbirini tüsüngen o vakitler. Lakin bu Türkistan degen teritoriya bu Orusların koluna tüskenden keyin bizim tilimiz 21 til oldu kaldı. 21 til. Hazır 21 til yazma tili oldu. Bardağ'ın alfabeti baska, sözlüğü baska, grameri baska. Lakin bu baylık emez. Bu baylık körünedik. Bir el adamlar bu bizim baylığımız dep oylaydı. Bizim öz tilimiz var dedi Kırgızların keybiri, Kazakların keybiri bizim öz tilimiz var, bunun tilimiz yok edip aytadı. Bu tur emez. Bunun Kırgızın tili var. Çağatay tili oldu. Kazak'ın tili Çağatay tili oldu. Ortak oldu. Demek bu hazır küçük bu tiller öz terminlerini jasaya almaydı. Sebebi Turmust'un köp salası var. Bu salalarda köp termin gerek. Tarmakları köp. Biz bu Kırgız öz terminlerini jasasa, Kazak öz terminlerini jasasa bu mümkün emez de meyli mümkün oldu. Bu terminleri jasasa ki bizim hazır 100 sözden 10 te ortak sözümüz olsa bu terminler köbeğegenden keyin 100 sözden belki 5 tesi ortak oladı. Azayıp ketedi. Payızı azayıp ketedi. Demek biz bu tiller çok olmağı için bu sebebi az adam söylegen Kırgızçanı, az adam söylegen Başkurt dilini, Tatar dilini eline öğrensin. Termin olmasa kanday medisine barsın, kanday engineer salalarında okusun bala. Demek bizim
Sizde şunday jakşı bir söz var iken keng bolsan kem bolmaysın. Bizim keng boluğuna muhtaçlığımız var. Muhtaçlığımız var. Negizi har qanday tildin jaralышы деле, ilimdin jaralышы деле, башкача айтканда илимдин кеңири азыр космоска жетип атат, жасалма интеллекке жетип атат, алардын баардыгы муктаждыкта. Elbette. Muhtardık. Andan keyin Türk ellerinin birigүүsüne ошо iri aldıda okmuşturlar hareket kılbasa. Kim hareket kılat? İri aldıda biz düşünüşümüz gerek. Ha, bizim sunuşumuzda, Agay bilen sunuşumuzda bu 1926 yılı Bakü Kurultayına bargan ziyalılarımızın kolunda misalı Bayıkı Türk dilinin tekstleri bolmagan. O vakitte Divan Nüga Türk okulmagan. Belgisiz bolgan. Ton Yukuk жазуу, Költigin жазуу, Bilge Kağan жазууları bolmagan. Hazır bunlar bizim ortak ata muralarımız. Bu ata murasımız arkalı biz öz terminlerimizi yasasak, bu terminler Kırgız'ın da, Kazağın da, Tatar'ın da, bardık Türk halklarının ortak sözleri, ortak ata murası bolar. Endi daha bir suroom var, makul. Şu Türk Kengeşine bersin, Türk Dili Kurumu. Alar karasın, bekitsin. Oşul muhtaçlıkты bayqap, görüşüp, düşünüp bekitsin. Andan keyinki emne işten başlayız oşunda? Neme plan qanday? Егер ондай құрылым пайда болып жатса, оны ары қарай жұмыс істеудің тәжірибесі, әлемдік тәжірибесі бар. Мәселен, бізге дейін де ондай жұмыстар Европада жасалған, француз тілді елдердің, арабтар жасаған, француздар жасаған, немістер өздерінің неміс тілді елдердің арасында жасаған. Ең біздің Орта Азия түріктері үшін тәжірибе ол кешегі советтік тәжірибе. Совет халқына онда жүрде 30 жылдардан бастап Совет халқына ортақ терминологиялық қор, общесоветский терминологиялық фонд деп атады. Соны жасаймыз орыс тілінің негізінде деп Москва идеяны алып, батыста бар ол бұрыннан бар. Солай жасап біздің орыс тілін, ғылым тілі, технология тілі ету үшін осындай жұмысты жүргізді. 70 жыл. Сондықтан біздің орыс тілі мен қырғыз тілінің, орыс тілі мен қазақ тілінің, орыс тілі мен өзбек тілінің арасындағы терминологияда ұқсастық ортақ терминдер өте көп. Көрдіңіз бе, олар соны жұмысты жасады. Дәл осы тәжірибені ертең біз мәселен Анкарада ма, Стамбулда ма, жоқ әлде Баку мен Бішкекте ма, жаңа айтып отырған институт құрылса, сол арқылы Қырғызстанның ғалымдарын осы мәселені терең білетін, жаңа ескерткіштерді Ибрахим бей айтып тұрған мәселен біздің көне ортақ мұраларымызды, Қашқариды, Жүсіп Баласағұнның, Күлтегіннің ескерткіштеріндегі соның лексикалық қорын, сөздік қорын жақсы білетін ғалымдарды, термин мәселесін жақсы білетін, терминологиялық жұмыстар үйлестіруді білетін мамандарды барлық елден, Әзербайжаннан да тартып, сол жерге басын қосып, келісіп, кеңесіп, ғылыми түрде, әкімшілік жолмен емес, ғылыми түрде ортақ қорды жасап, ғылыми негіздеп, ортақ принцип, ұстанымдар белгілеп, содан кейін принциптерін істеп, содан кейін бізде үйлестіру жұмыстары, координация. Сол үйлестіру жұмыстарын сол институт арқылы немесе басқа одан жоғары тұрған ресми мемлекеттік комиссия болса, соған институт ұсыну арқылы терминдерді бекітіп, соны Қазақстанда да, Түркияда да, Қырғызстанда да, Өзбекстан мен Әзербайжанда да, Түркменияда да бірлесіп пайдалансақ, сонда біздің ғылыми кеңістіктегі терминдеріміздің саны да артады, олардың қолданыс аясы кеңейеді. Сіздің айталық бір ғана термин, Қырғызстаннан шыққан термин, ертең 100 термин, 10 термин ұсынсамыз, қырғыз халқының тілінде бар терминді біз алсақ, сол терминдер халықаралық сипат алып Түркияда 80 миллион түрк ол сөзді қолданса, Қазақстандағы 20 миллион қазақ соны қолданса, немесе мына жерде 40 миллион өзбек қолданса, қырғыздың сөздерінің халықаралық сипат артады. Немесе біздің сөзіміздің түріктің сөзі. Сонда біздің жаңа түрік сөздерінің қолданыс аясы кеңейеді, оны қолданатын адамдар, сала мамандар көбейеді. Оның сыртында біз жаңа айтып отырған осы елдердің түрік халықтарының ғалымдары, саланың мамандары, экономист, дипломат барлығы бір-бірін түсінуге мүмкіндік боламыз. Arapların kılgan jaksı bir жұмысы бар. Соны жалғастыруға болады. 1934 yılı Araplar Egipt'te
bir enstitü kurgan. Aa. Arap Dil Akademiyası. Akademiyası. Bu Arap Dil Akademiyası bardık hazır 23 Arap memleketi var. 23 Arap memleketi. Bardık Arap memleketleri için terminler yasadı. 300 bin termin yasadı. 300 bin termin hazır bardık Araplar o terminleri kullanladı. Bardık Araplar birbirini düşünedi. Bu Araplar bu til ortak bulganı için kimlik nedir? Kimlik İdentitülük var. identilik, Bireylik. Kimlik. kimlik, kimlikleri de ortak bulup kaldı. Bardağı Arap'ımız deydi. Bir Arap alemi var. Ötüyoruz. Beri birbirini düşünüyor. Demek bizim de solay bir Rumuz yasağımız gerek. Alım tili bizni biriktiredi. Ооба. Eğer onu köpeytsek, Туура айтасыз. Ушул биз эми Түркияга келип атабыз, сиздер Кыргызстанга, Казакстанга барып атасыздар. Барып эленен кийин бир баяндама окуп коюп эленен кийин кеткен эмес. Биздин максатыбыз ушул сыяктуу чоң проектилерди Өтөдүрүз. алдыга коюп туруп анан иштесек, биз өзүбүз иштейбиз, бирок окумуштууларды тартып анан кийин келечек үчүн ушинтип иштебесек болбойт. Gelecek Türk alemi bizden bunu tükedi. bizdi geçirбейт эчтеке кылбасак ошол мезгилде мындай аталарыбыз эчтеке кылган эмес экен, тескерисинче bizди тараткан экен, эмнеге ошолор ушинтип иштебесе жакшы болот эле деп ойлойт да. Türk aleminin en ülken en büyük stratejiyalık probleması termin meselesi. Termin meselesini çözsek biz birbirimize kılımda turmustun başka salalarında birbirimizi düşünemiz. Туура. Демек изилдөө проектисин ар кандай көптөгөн изилдөө проектилери бар. Ошолордун ичинен эң алдыңкысы, эң зарыры, эң муктаждыгы ушу термин маселеси экен да. Ошондуктан агайлар сиздерге чоң рахмат. Кудай буйрса ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Анан ушул проект башталып калса, Кудай буйрса сиздерге Кудай ден соолук берсин. Анан жакшылап işinizlerin iyi gürüktüğü oluşunu kalayımın. Rahmat. Rahmet. sizlerge de rahmet. Kırgızistan'a selam.